Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отырып, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жағажайда. Жаңа сөздер. Жағажай, жүзу, терең. Тағы да қайталаймыз. Жағажай, жүзу, терең. Оқылым, екінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдап, жаңа сөздердің көмегімен мәтіннің мазмұнын түсініп, сұрақтарға жауап береміз. Мен жағажайға барамын. Жағажайда бала көп. Мен жақсы жүземін. Өзеннің суы тұщы, бірақ терең. Сондықтан алысқа бармаймын. Жағажайда шөлдеймін. Әжем сусын қайнатып береді. Әжемнің сусыны дәмді. Енді берілген сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Әлібек қайда барады? Екінші сұрақ. Өзеннің суы қандай? Сипаттап айт. Жауаптарыңды тексереміз. Айтылым, үшінші тапсырма. Дұрыс нұсқасын тауып айт. Бірінші. Әлібек қайда барды? Екінші. Балалар қайда жүр? Үшінші. Ол жақсы не істейді? Төртінші. Өзеннің суы қандай? Бесінші. Жағажай қандай? Үшінші тапсырма бойынша өзіңді тексер. Жазылым, төртінші тапсырма. Тиісті қосымшаларды дұрыс тауып жаз. Төртінші тапсырма бойынша өзіңді тексер. Айтылым, бесінші тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша диалог құрыңдар. Бірінші сұрақ. Кім жағажайға барады? Екінші сұрақ. Жағажайда кімдер бар? Үшінші сұрақ. Өзеннің суы қандай? Төртінші сұрақ. Әлібек неге алысқа бармайды? Бесінші сұрақ. Әлібек сусынды
қайдан алады? Берілген сұрақтар бойынша өзіңді тексер. Үй тапсырмасы. Жаңа сөздерді жаттап, өз жағажайларының суретін салу. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.